Аманбай ата жетемісұлы 1850 жылдары Тоғызақ ауылының ауыл ақсақалы жетемістің отбасында дүниеге келіп, Атырау, Маңғыстау, үстірт өңірлерінде 1850-1932 жылдар аралығында өмір сүрген, тілмен айтқаны келіп, көзбен атқаны құлаған, алдағыны болжайтын, көріпкел әулие, ұшатын қасиетке ие, жақсылардың тұяғы алтынның сынығы. Талантты ақын Сәрсен Қадыр атасына арнаған жыр толғауында бұрыннан хақтың арзу боп таңда көбішкен, дидарына қанып, жамалын құшып көріскен, абыздай бейне тұрады ылғи санамда, сапарға шықсам, серігім сынды періштем деп, ағынан жарыла жырлағандай, Аманбай ата қалай дәріптеуге де лайық ғұлама, абыз, тарихи тұлға. Өкінішке орай ол кеңес үкіметінің кезінде бұл үкіметтің есебіне алынбады. Тек қана халықтың айтылуымен ғана келіп, күні бүгінге дейін солай дәріптеліп, халықтың ауызбен ауызша айтумен ғана айтылып келе жатыр. Міне соның ішінде мына Атырау халқы білгенменен, мына Маңғыстау халқы көп біле бермейді. Себебі ол кісінің барлық өмірі, саналы ғұмыры Атырау облысының аймағында өткен. Мына Жылой ауданында, сосын үстірт кеңістігінде өткен. Енді міне биыл ол кісінің туғанына 175 жыл толып отыр. 1996-2022 жылдар аралығында анау Бекетаның туған жерінде, қазіргі Атырау облысының Жылой ауданында, жем бойында 25 жыл Бекетаның әкімшілігінде қызмет жасадым. Сол жерден 45 шақырым қашықтықтағы жем өзенінің бойында Аманбай тоғай деп аталатын, атаның атымен аталатын тоғайда атамыз өмірге келген. Бұл кісі көзімен, жаңа әлгінде айтқандай, көзімен атқан құлатқан, тілімен айтқаны келген, сондай бір қасиетті кісі. Мынау атаның суреті деуге болады. Бұл енді ол кісі суретке түспеген кісі ғой. Атамен туыс Юхан деген әкеміздің суреті соған ұқсас деп халық айтты сол кезде. Біз соған айта отырып, мынау художникке салдырдық суретін, мынау соның суреті.